Конституция біздің барша табыстарымыздың бастауы. Ата заң мемлекеттік құрылыммен қатар жариялы биліктің институтын белгілейтін ереже ғана емес, сонымен қатар мемлекеттің қандай құндылықты сақтау керек екенін айқындайтын басты құжат. Конституция қағидаларын жүзеге асыру қоғам мен мемлекеттің өсіп өркендеуіне, адам құқығының сақталуына, бірлік пен тұрақтылыққа жол ашады. Основной закон – это не только положение, устанавливающее наравне с государственной структурой институт публичной власти, но и главный документ, определяющий, какую правоту должно соблюдать государство. Реализация положений Конституции открывает путь к процветанию общества и государства, соблюдению прав человека, единству и стабильности. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының Конституциясы демократиялық институттарды жаңғыру, нығайту, азаматтардың әл-ауқатын арттыру және әлемнің дамыған 30 елінің қатарына ену жолында қоғамды шоғырландырудың қуатты факторы болып табылады. Конституция – это основной закон страны, объединяющее начало, символ веры граждан в счастливое будущее государства. Его развитие базируется на прочном фундаменте конституционных норм и принципов, которые обеспечивают стабильность в политике и социальной жизни, укрепляет межнациональный мир и дружбу в нашей большой семье народов. В этот день мы желаем каждому казахстанцу благополучной и успешной жизни.